бұл бір кішкентай кездесуімізде көркем мінез туралы айтып кеткім келеді. Неге және оның маңыздылығы, сол жөнде бір маңызды бір нүктелермен бөліссем деген ниетім бар. Себебі, біріншіден осы сөзге себеп болған нүкте, бұл қазіргі кездегі көп халықта осы көркем мінез жетпей қалатын сияқты, көтеріліп бара жатқан сияқты. Әсіресе жанұя мәселесінде, әсіресе аға-іні араласқан кезде, үлкендермен араласып жатқан жастармен араласып жатқан үлкендердің, кейбір дін ұстанып соған қызығып жүрген азаматтарымыздың елмен араласқан кездегі мәселелері, кейде халықпенен жұмыс жасайтын азаматтар өзінің жұмыс барысында бір қиыншылықтарға тап болып жатады. Осы мәселенің барлығы бір үлкен нүктеге келеді. Ол көркем мінез. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір сөзінде «Иннама буайсту ли утаммима макаримал ахлақ» деген сөзі бар. Мен көркем мінездерді тәмамдау үшін, яғни соны жетілдіру үшін жөнелтілдім пайғамбар болып деп, сөзінің пайғамбарлығының неге келгендігінің нүктесін айтып кетеді. Онда біреуде сұрақ шығатын шығар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дінді жеткізуге келді. Сондықтан бұл ақида. Дін дегеніміз бұл ислам діні. Соны жеткізуге, Құранның аяттарын, өзінің сүннетін сізбен бізге көрсетуге келді ғой. Енді бұл жерде көркем мінездің не қатысы бар деуі мүмкін. Осы сұраққа біз дін туралы не екендігін қысқа айтып, сосын көркем мінезге оралсақ. Дін әлбетте әртүрлі түсіндіру мүмкін сізге. Дін деген не деп? Мысалы, ол сұрақты басқаша қояйықшы. Егер сіз дін ұстанатын адам болсаңыз, сіздің дін ұстанбайтын адамнан айырмашылығыңыз неде? Мысалы, екеуіңізді қатар отырғызып қояйық. Сізді және дін ұстанбайтын адамды. Немесе сіздің алдыңызда екі адам отыр. Екеуінің дін ұстанатынын, дін ұстанбайтынын қайдан білесіз? Дін бұл 4 нәрседен білінеді. Біріншіден ақида, ол сенім наным. Екіншіден ғибадат, ол құлшылық жол жоралғылары. Үшіншіден ахлақ, көркем мінез. Төртіншіден халал ва харам, яғни адал және арам мәселелер. Осы 4 мәселені Құдай қаласа бір келесі уақыттарымызда талқылап өтеміз. Әйтсе де, осы 4 нәрседен сіздің дініңіз білінеді. Осы 4 нәрсе сіздің діни қырыңызды көрсетіп бере алады. Сол үлкен нүктелердің біреуі көркем мінез. Жоғарыда айтқанымыздай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарлығының мәні осы көркем мінез екендігін айтып кетсе, сізбен бізге сұрақ келеді ғой. Неге бұлай айтты екен? Құран-ы Кәримді жеткізу, Алланың кәлимасын ұлы қылу, ұлықтау деген сияқты да ол кісінің міндеттері бар еді ғой. Неге көркем мінезді айтты екен? Сонда анау қайда, мынау қайда, екеуінің арасы қандай десе, біз былай деп жауап береміз. Сіздің Құдайға сенгендігіңіз сіздің жүрегіңіздің ішіңізде. Сенім, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтпақшы, иман ол мында дейді. Ол жүректе. Сондықтан сіздің жүрегіңізді ешкім жарып көрмейді. Сіздің иманыңыз бар ма, жоқ па? Білу қайдан енді? Дін ұстану. Тағы да ғибадат дедік. Ал ғибадат екен енді сіздің намаз оқып атқаныңыз, ораза тұтып атқаныңыз, садақа беріп атқаныңыз кейде сіз жасыруыңыз мүмкін. Көрсетпеуіңіз мүмкін. Және керісінше кейбір Құран-ы Кәримде айтады ғой, намаз оқитындарға да Алланың азабы болсын, қайғы қасірет болсын деп. Сондықтан кейде сіздің оқыған намазыңыз да сіздің дініңіздің белгісі болмауы да мүмкін екен. Ендеше көркем мінез ол сіздің сыртыңыздағы бейнеңіз және сіздің ішіңіздегі бейнеңіз. Өйткені кімнің ішінде не бар, сол сыртына шығады. Халықта сол үшін айтады. Сен өзің жақсысың ба, жамансың ба білгің келсе, өз жұрттың бәрі ойлайды ғой, мен жақсымын ба, жаманбын ба, соны білуге бола ма десе, болады.
Қалай? Егер сіз жан-жағыңызға не сеуіп жүрсіз, не беріп жатсыз, оны адамдардан сұрасаңыз да болады. Менімен отырғанда сен не аласың? Менің жанымда сен не жетесің? Осы не үшін келдің маған деген сияқты сұрақтарды қойып, немесе соның жауабын іздесеңіз, сіз жұртқа не беріп атқаныңызды көресіз. Егер сіз жұртқа жақсылық беріп атсаңыз, сіз жақсысыз. Егер сіз жұртқа басқа нәрсе үйретіп жатсаңыз, онда сіз басқасыз. Сондықтан көркем мінездің маңыздылығы бұл сіздің дін ұстанымыңыздың маңыздылығы. Сондықтан бірінші орында көркем мінез пайғамбарымыздың пайғамбарлығының себебі. Ал екіншіден, әлбетте, сізбенен біздің дінімізді көрсететін нүкте екен. Үшіншіден, ислам көркем мінезді сонша жоғарылаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: сіздердің ең сүйіктілеріңіз маған, мен үшін, яғни пайғамбар үшін ең сүйіктілеріңіз мінездеріңіздің көркемі дейді. Және ең менен ұзақтарыңыз, мен ұнатпайтындарыңыз мінездеріңіздің дұрыс еместігі, көп сөз сөйлеп, бос сөз сөйлеушілеріңіз дейді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы бір сөзінде тараздағы ең үлкен амал, ең ауыр амал ол көркем мінез дейді. Сіздің мінезіңіз ертең таразыңызды ауыр болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан адамдар көп сұрады: я Расулалла, жәннатқа не нәрсе жеткізеді? Не нәрсе жеткізеді деді. Әртүрлі сөздер айтылды. Біреу ұзақ, біреу басқаша ауыр сөздер. Соны көп адамдар жаттай алмады. Сонда бір кісі келіп сұрады: я Расулалла, өте қысқа, нақты қылып айтылса жәннатқа мені не жеткізеді дегенде пайғамбарымыз екі нәрсе деді: тақуалық, яғни Алладан қорқу, және көркем мінез. Осы екеуін ұстансаң, сен жәннатисің. Алладан қорқсаң, және мінезің көркемдесең, сен жәннатисің. Ендеше исламда көркем мінездің орны өте биік. Тағы бұның маңыздылығы бұл екі адамның, яғни өзге адамменен қарым-қатынаста жұмсартқыш және өзге адамдарды өзіңе тарту үшін де араларында жақсылықты, достықты, махаббатты жақындатушы болған себептердің біреуі. Құран-ы Кәрімде айтады: сен егер бір адамменен ерегіссең, бір сөзге келсең, оған оның сөзінен әсемірақ, жақсырақ сөз айт деген сөз міндет қойылған. Және бір сөзінде Құран-ы Кәрімде Алла Тағала: сен егер басқа бір адамменен сөйлескенде оған көркем мінезділік көрсет, сонда ол адамменен сенің араңда достық және жылы қарым-қатынас пайда болады деген өсиет тұрады. Тағы бір нәрсе, бұл бүкіл қоғамның азаптың келуі және азаптың келмеуіне себепкер дүние екен. Қызығы, көркем мінез қоғамның үстіне Алланың азабының келуін, келмеуін тоқтатушы іс. Оған дәлел Құран-ы Кәрімде Исра сүресінде Алла Тағала 16 аяттар болу керек, шамамен мынадай мағынада айтады: егер біз бір жердің астан кестеңін шығаруды қаласақ, яғни азаптауын, сол жердің қияметін қаласақ, сол жердің бұзық адамдарын сыртқа шығарып, соларды сөйлетеміз де, соларды алға қойдырамыз дейді. Сонда олар сол бұзықшылық жасайды, ел соған ереді, бүкіл қоғам Алланың азабына душар болады. Құдай өзі сақтасын. Сондықтан бұл қоғамның да басына түсетін, басына көретін жақсылық не жамандығының көрсеткіші көркем мінез. Ендеше бұл тек жеке адамға емес, бүкіл қоғамға маңызды дүние. Тағы ең соңғы бір нүкте бұның маңыздылығындағы.
ол афдалул жамалайн дейді ғой. Яғни жақсылық немесе сұлулықтың, екі сұлулықтың ең абзалы дейді. Барлық адамда екі сұлулық бар. Біріншісі адамның сыртқы келбетінің сұлулығы. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахумма ахсин хулуқи кама ахсанта халқи деп айтады. Раббым, менің суретімді әсем еткендей мінезімді де әсем ет деп сұраған дұғасы бар. Адамның сыртқы бейнесі, халықта сөз бар, адам көркі шүберек дейді. Сыртқы сұлулық бар, көрік бар. Мүмкін ол шүберекпен жетеді, мүмкін ол бояумен жетеді, қазіргі көп адамдар сияқты. Мүмкін Құдайдың берген, яғни табиғаттың сыйлаған, Алла тарапынан берілген сіздің бір нығметіңіз. Сұлулық. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір кісі келіп сұрайды ғой, қандай әйелге үйленейін дейді. Сонда көп туатын әйелге деп айтады. Бір сөзінде айтады. Өте сұлу әйелден гөрі көп туатын әйел сүйіктірақ Аллаға да, оның пайғамбарына да дейді. Және бір сөзінде айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бір әдемі сөзінде қоқыста өскен гүлден абайлаңдар дейді. Сонда бір кісі сұрайды, я Расулаллах, қоқыста өскен гүл дегеніміз қалай дегенде, жан ұясында Алланы зікір етілмейтін, Алладан ұзақ болған, көркем мінез жоқ болған, сол жерде тәрбиеленіп өскен сұлу әйел деген екен. Яғни сыртқы сұлулық бұл әлі көп адамдар үшін маңызды болғанмен, бірақ бұл көп жерде жақсылыққа алып бармайды екен. Бәлки осы сұлулықтың жанында ішкі жан дүниенің сұлулығы бар, жан сұлулығы дейміз. Бұл жан сұлулығын ақындар да, жазушылар да, бүкіл өнер егелері жырлап өткен. Ендеше екі сұлулықтың біреуі сыртқы сұлулық болса, оған адам бояумен, шүберекпен немесе Құдайдың берген бір нығметімен жетіп жатса, екінші одан маңызды сұлулық ол көркем мінез. Көркем мінез сіз оған жетуіңізге де болады, Құдай тарапынан берілген де болуы мүмкін екен. Ендеше осы екі сұлулықтың ең абзалы көркем мінез болса, оған қалай жетеміз? Және ол сізбен бізге не береді? Осы екі сауалға жауап берейік. Біріншіден, көркем мінез оған қалай жетеміз? Көркем мінезге жеткізетін дүниелер көп. Бірақ соның бәрін жинап алсақ, заманауи қазіргі психологияны, сопылық пірлердің тәрбиесі, ислам қағидаттары, соның бәрін егер біреулеп тізбектеп шықсақ, әлбетте 20-30 мүмкін 50 қағида айтып кетерміз. Бірақ осының бәрін қоссақ, көркем мінез екі дүниемен жетіледі. Біріншіден, әлбетте Алла тарапынан беріледі. Ол жұмсақтық, сабырлық, жомарттық, батылдық, қайсарлық, жігерлілік сияқты мінездер. Екінші жағынан осы мінездерге адам өзі күреспен жетеді. Бұл екеуі де бағалы. Күреспен жету мінез ол дұрыс нәрсе. Халықта сөз бар. Егер бір істі қайталасаң, ол әдет болады. Әдетті қайталасаң, мінез болады. Мінезді қайталай берсең, ол сенің тағдырың деген екен. Сондықтан, егер сіздің өміріңіз әсем болуын қаласаңыз, онда көркем мінезді ұстаныңыз. Көркем мінезге жетудің бірінші орны әлбетте күрес. Сол көркем мінез үшін күресу. Жихад. Исламда жихадтың түрлері көп. Күрестің. Сол күрестің фарз айны, ең парызы. Әрбір жеке адамға парызы жихадун нафс, өзінің нәпсімен күрес.
Ол нәпсінің күресі бұл көркем мінезге алып барушы дүние. Сондықтан көркем мінез бұл адам затқа бірінші парыз. Және оған сіз бен біз күреспен жетеміз. Өзіміздің нәпсіміздің күресімен. Екінші нәрсе, жеткізуші нәрсе есеп қисап. Омар халифа айтқан сөз бар. Есепке кірмей тұрып, яғни қияметтің есебін көрмей тұрып, өзіңді өзің есепте деген сөзі бар. Сондықтан сіз бен біз барлық нәрседе өзіміздің есебімізді жасап жүргеніміз дұрысырақ болады. Заманауи психологтарымыз айтпақшы, барлық нәрсеге күнделік арнаған жақсы. Соның біреуі өзіңіздің эмоцияңыздың күнделігі. Иә, қайда ашуланып жатсыз, неге күліп жатсыз, не нәрсеге сөйлеп жатсыз, қандай нәрсе сіздің жүрегіңізді қимылдатып жатыр. Соның бәрін күнделік арнасаңыз, сол істеріңізді есептеп, дұрыс жаққа қарай бағыттауға жәрдем болады. Одан бөлек сіздің жасап жатқан амалдарыңыз, паттарың дейді. Күнделікті жасап жатқан әдеттеріңізді соған арналған күнделік жасаңыз. Не істегеннен кейін сіз не істейсіз? Қай амалдан кейін нені жасап жатсыз? Әдет. Оны жасау арқылы сіз әдетіңізді зерттеп, өміріңізді де, өзіңізді де түзетесіз. Осының барлығы бір ауызбен есеп деп айтып жатырмын. Күнделік арнап, мінез құлқыңызды, сезіміңізді, әдетіңізді, әдебіңізді барлығын жазып, керек емесін алып, керегін түзетуге болады. Немесе күнделіктің ең оңайы, сізге ұнайтын мінездерді жазыңыз, сізге ұнамайтын мінездерді жазыңыз. Сөйтіп, ұнамайтын мінездерді күнделікті алдыңызға, ұнайтын мінездерді күнделікті алдыңызға қойып отырып, күнделікті қарап отыру да бұл заманауи психологтарымыздың айтқан әдістерінен. Ендеше бұл есеп. Бұдан бөлек тағы бір нәрсе сабырлық. Осы үш үлкен нүкте сізді көркем мінезге алып барады. Біріншісі күрес, екіншісі есеп қисап, үшіншісі сабырлық. Осының үстінде сабырлық. Өйткені Құран-ы Кәрімде Алла Тағала жақсылардың жанында отыруға сабыр ет дейді. Тағы да Құран-ы Кәрімде намазға, өзіңнің жанұяңа сабыр ет намаз барысында дейді. Ендеше жақсылық амал жасау үшін де сабыр ету керек екен. Ғалымдарымыз сол үшін сабырды екіге бөліп айтады. Біреуі жамандықтан құтылу үшін сабырлық, екіншісі жақсылықта тұру үшін сабырлық керек екен. Осы көркем мінезден құтылу үшін де, көркем мінезді сақтап тұру үшін де сізге сабырлық қажет. Және мен осы нәрсеге төртіншісін қосып кетер едім. Әрбір іс Алланың қалауынсыз болмайды. Ендеше дұға. Төртінші үлкен маңызды нүкте көркем мінезді сақтауға бұл дұға. Пайғамбарымыз Аллахумма ахсанта халқи фа ахсин хулуқи дейді. Немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахумма ати нафси тақуаха ва закиха анта хайру ман заккаха анта валиюха ва маулаха деген дұғалар бар. Мағынасы, Аллахым, сен осы нәпстің тазартушысын, ендеше соның егесі болып тұрып, маған бұл нәпсімді тазартуға жәрдемші бол деген. Пайғамбарымыздың тағы да дұғасы бар. Аллахым, Сахи Муслимда келеді бұл дұға. Аллахым, маған мінездің көркемділігіне бастауыш бол. Және мінездің жамандығына қайтарушы бол. Сен бастаушылардың жақсысын, сен қайтарушылардың көркемісін дегені бар. Бұл дұға пайғамбарымыздың айтып жүрген дұғаларынан. Ендеше осы төрт нүкте сізді көркем мінездікке алып барады. Күрес, есеп қисап, сабырлылық және дұға. Ал тағы екі нәрсе сол көркем мінезде тұруға сізге себепкер болады. Біріншісі назар салу және пікір қылу. Яғни көркем мінез сізді қайда алып барады? Және жаман мінез сізді қайда алып барады? Соған өмір бақи назар салыңыз. Әрдайым. Және пікір қылыңыз. Көркем мінез арқылы сіз неге жетесіз? Және жаман мінез арқылы неге жетесіз? Осы пікір сізді дұрыс мінезде ұстап тұруыңызға жәрдем болады. Ал екінші үлкен нүкте бұл Құдайға деген сенім. Имандылық. Имандылық үшін, Құдайдан сауап алу үшін сіз көркем мінезді болсаңыз, сізге бір белбау. Мысалы, үлкенді құрмет,
ата-ананың құрметі, көршінің құрметі, бір жаман іске сабыр қылу, бір жақсы істі үйрену, бұның барлығы пайғамбар өсиетінен. Ендеше мен соны орындасам, сол кісінің сұхбатында боламын. Мен осы істер істесем, иншалла жәннатта боламын. Үлкен сахабалардың, шахидтардың, әулие, әнбиелердің жанында болам деген үміт, сенім сізді сол көркем мінезде тұруға және сол көркем мінез жолыменен жүріп содан айнымауға алып барады. Ендеше соңғы бір қортатын нүктелерімде бір маңызды нәрсе, осы көркем мінез сізбенен бізге не сыйлайды? 3 үлкен нүкте бар бұл өмірде. Біріншісі, адам менен Алланың арасындағы байланыс. Бұл байланыста көркем мінез сізге Алланы сізге жақындатады. Оған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сөзі бар. Кімде-кім маған ерсе, Аллаға ерген. Кімде-кім мені сүйсе, Алланы сүйген дейді. Немесе бір сөзінде айтады, маған сүйікті амал, маған жақын амал көркем мінез дейді. Немесе одан да әсем пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мына біздің тақырыпқа әсем келіп тұрған сөзі, тараздағы ең ауыр амал көркем мінез. Ендеше Алла менен сіздің араңыздағы жақсылық сыйлайтын нәрсе бұл көркем мінез. Сіздің таразыңыздың ауыр болуы, сіздің дұғаңыздың қабыл болуы. Өйткені сабырлылық көркем мінезден болса, жұмсақтық көркем мінезден болса, бұның салмақтары Алланың құзырына өте жоғары бағаланған. Және пайғамбарлардың көп мінезін Алла тағала сүйіп өтсе, ендеше сіз сол мінезге еге болсаңыз, сіз Алланың сүйген құлдарынан боласыз. Екінші нәрсе, бұл адам менен өзгелер арасындағы байланыс. Оған не сыйлайды? Егер сізде көркем мінез болатын болса, сіздің бүкіл қарым-қатынасыңыз түзеледі. Тіпті дұшпаныңыздың арасында да жақсылық болады. Халықта сөз бар сол үшін. Ақымақ досың болғаннан гөрі ақылды дұшпаның болсын дейді. Бекер емес қой. Сол сияқты біреуменен қарым-қатынастың барлығын, жанұя қарым-қатынасы, үйдегі жұмысыңыз, түздегі жұмысыңыз, ағайын туыс арасы, өзге адамдармен, өзге дін өкілдерімен, өзіңіздің қан бауырыңыз, дін бауырыңыз барлық арасындағы қарым-қатынаста көркем мінез болу міндет. Осы көркем мінезге жетсеңіз, бүкіл қарым-қатынасыңыз түзеледі. Ал қарым-қатынасыңыз түзелсе, бұл үлкен дүние. Сіздің жеткен бақытыңыз бұл. Ара қатынастағы жетістіктердің ең үлкені бұл көркем мінез екен. Және үшінші нүкте, өзіңіз бенен нәпсіңіздің араңыздағы байланыс. Бұл байланыста көркем мінез сізге не сыйлайды? Көркем мінез, оның ішіндегі ұлылары, біріншісі сабыр, екіншісі қанағат, жомарттылық. Ойлаңызшы, егер сіз сабырлы болсаңыз, сіз қандай боласыз? Сіз егер жомарт болсаңыз, қандай боласыз? Сіз егер қанағатшыл болсаңыз, қандай боласыз? Айтыңызшы, өзіңіз ақ жауабын бересіз. Әлбетте жаныңыз тыныш, жүрегіңіз кең, өзіңізбен өзіңіз рахат, тепе-теңдікте, үйлесімділікте тұрған боласыз. Ендеше, не сыйлайды деген сұрақтан гөрі көркем мінез сізге не сыйламайды деген дұрысырақ болар ма еді? Сондықтан айтатыным, құрметті бауырлар, көркем мінез сізбен бізге дінімізде де, осы өмірімізде де өте маңызды. Оның маңыздылығын өте көп айтылған, пайғамбарымыз өте қатты қолдап кеткен. Және көркем мінезге қалай жету керектігі нүктелері, маңызды нәрселерін айтып кете отыра, сізге соның жемісін айттым. Ендеше, құрметті жақсылар, көркем мінезге қарай қадам қойсаңыз, сіздің екі дүниеңіздің бақытын табасыз. Мына дүниеде жаныңыздың тыныштығы, жаныңыз тыныш болса, жүрегіңіз қуаныштылығы, ал жүректің қуанышы сізге бақыт сыйламай ма? Ендеше осы дүниенің бақыты және Алланың құзырында таразыңыз ауыр болғаннан жәннаттағы бақыт екі дүниенің бақыты емес пе? Осы көркем мінездің жемістері
қысқа айтылса да, мен ойлаймын, сіздің осы жолға түсуіңізге жетерлі мәлімет. Сондықтан өзіңіздің жаныңыздағы барлығыңызға көркем мінез сыйлап, соны ұстануға шақырып өтсеңіз дегім келеді. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк. Құрметті жақсылар, бұл бір сабағымыз сізбен бізге маңызды нүктелердің біреуі. Шама жеткенше осындай нүктелерден бөлісіп, осы нәрседен сабақ алсақ деген бір менен болған сіздерге сыйлық болсын. Рахмет.